ағаш отырғызу, баланы өсіру, үй салу, кез келген ұлттың азаматына міндетті нәрсе. Нағыз қазақ өмірінде не істеуге міндетті? Ал онда кеттік, бірге қарастырайық. Нөмірі 1. Жеті атасын толық білу. Әрбір қазақ кішкентай кезінен өз ата тегін оқып үйренеді, қандай ру, қандай жүзге жататын және жеті атасының аты жөнін білуі керек. Нағыз қазақ өзінің ата тегіне құрметпен қарап, оларды еске алып отыруы тиіс. Нөмірі 2. Домбырада ойнауды үйрену. Қазақтар әндеткенді ұнататын халық, бірде-бір мереке, бірде-бір туыстар мен достардың кездесу домбыра үнімен өрнектелген күймен әнсіз өтпейді. Жалпы бұлай, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Нөмірі 3. Тойды ұйымдастыру. Қандай қазақ той-думанды ұнатпайды? Дұрыс, барлық қазақ той-думандарды жақсы көрседі. Барлығы дерлік. Сондықтан нағыз қазақ бүкіл жұртқа паш етіп, өмірінде бір рет болсын, той жасауы тиіс. Қаншама қарыз алып, дәл осының істеудің қажеті жоқ, дүйім жұртты, туыс-тумалар мен достарын таң қалдыру керек. Әрине нағыз қазақ міндетті түрде тойға қатысуы керек. Мерекеге кем дегенде 30 минутқа кешігу, ұзақ тілектерін шумақтап болса да жеткізу, сонымен қатар көптеген жарыс ойындарына қатысуы керек. Нөмірі 4. Айтыс тыңдау. Айтыс – бұл екі ақын арасында өзіндік әндетіп өткізілетін сайыс. Айтыстың бірнеше түрлері бар: жұмбақ айтыс, мақтау айтыс, мысал айтыс және тағы басқа. Нағыз қазақ міндетті түрде айтыс тыңдауы керек, өйткені домбыра әуенінің және ақынның асықпай әрі тістеп айтқан сөздерінен тұратын өлеңдермен ғана сіз болашақ туралы толғана отыра өз-өзіңізді сезіне бастайсыз. Ең болмағанда, ақсақалдар осылай айтып жатады. Нөмірі 5. Қымыз бен шұбат ішу. Қымыз бен шұбат – бие мен түйе сүтінен жасалатын дәстүрлі алкогольсіз сүтті сусындар, сондай-ақ олар өте дәмді. Дегенмен онымен барлығы келісе бермейді, және ыстық жаздың күні шөлді қандыратын сусын. Нөмірі 6. Бүркітпен аңға шығу. Қазақтар мақтаңшылар, ежелгі уақытта олар тамақтарын үйретілген бүркіттердің көмегімен алды. Әрбір қазақ өз өмірінде кем дегенде бір рет қолында алтын бүркіт, тазы тұқымының адал еті және жүйрік атпен аң аулауға қатысуы керек. Нөмірі 7. Ауылда тұру. Ауыл – әр қазақ үшін қасиетті мекеннің бір түрі. Тек осында ғана халықтың баяу өмірін сезінесіз әрі көре аласыз. Әрбір қазаққа өз жұртының күші қуатын алу үшін, бір күні туған ауылына қайта оралу керек. Осымен аяқтаймыз. Бізбен болғаныңыз үшін алғыс. Қазақстан туралы қызықты және жаңа мәліметтерді өткізіп алмас үшін, біздің каналымызға жазылыңыз. Өз идеяларыңызды бізді поштамызға немесе пікір қалдырып, лайк басып қойыңыз. Біз Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Сондай-ақ біздің басқа да видеоларымызды қарауыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.